Қайырлы күн, құрметті болашақ мектеп алды даярлық сынып ата-аналары. Біз Мұхтар Әуезов атындағы жалпы орта білім беру мектебінде мектеп алды даярлық сыныбына қабылдау жүріп жатқандығын хабарлаймыз. Мектебімізде білікті ұстаздар Галимжанова Роза Даулетовна, Сайфулина Аяулым Балташевна, Альденова Динара Алькешевна өз тобына шәкірт қабылдауды бастады. Сонымен қатар психолог, логопед мамандары жұмыс жасайды. Сонымен қатар мектебіміз заманауи құрал-жабдықтармен қамтылған. Мектепке дейінгі балаларға тәрбие мен білім беру жұмыстарын ұйымдастыруда. Олардың сөйлеу, тілін дамыту, байланыстырып сөйлеу мәдениетін жетілдіруге, құрастыра сөйлеуге, сөздік қорының молаюына баса көңіл бөлінеді. Сонымен балалардың сөздік қорларын дамытуда ойындарды, тапсырма жаттығуларды қолдану үлкен нәтиже береді. Ойын арқылы балалардың сөздік қоры дамып, ауызша сөйлеу машығын игереді. Таным, белсенділіктері қалыптаса түсіп, ақыл ойы өсіп жетіледі. Әрі адамгершілік қасиеттер бойына сіңіреді. Білім берудің қай түрі болмасын тәрбие.